Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз 146-шы сабақты бастаймыз. 2-3 амалмен орындалатын есептер шығару. Саябаққа демалу мәдениеті. Кестені пайдаланып есептер құрастыру. Балалардың киноға кіру билеті 450 теңге, балмұздақ 200 теңге, автобустағы балалар билеті 40 теңге, шығын 75 теңге. Балалардың театрға кіру билеті 150 теңге, саябаққа кіру билеті 5 теңге, әткеншек 400 теңге, шолу дөңгелегі 300 теңге, батут 200 теңге, балалар теміржолы 250 теңге екен. Осыған енді кестеге пайдаланып есептер құрастырамыз балалар. Міне балалар, 146-шы сабақтың бірінші тапсырмасы асы. 5 бала киноға 450 теңгеден билет алды. Әрқайсысы 200 теңгеден балмұздақ алды. Барлығы белгісіз теңге. Осыны шешуіне 450-ге көбейтеміз. 5-тен 2250 теңге. 200 көбейту 5-тен 2250 теңге қосу 1000 теңге, 3250 теңге. Жауабы 3250 теңге жұмсалды. Әсінде енді көрсетейін сіздер. Міне, әсінде. Балалар автобусқа билетіне 40 теңгеден төледім. 2 бала 75 теңгеден шығын алды. Барлық 40 бала театрға билет алды. Билеттің 350 теңгеден. Олар барлық ақшаны өздері төледі. Барлығы қанша теңге жұмсалды дейді. Міне 40 көбейту 10-тен 400, 72 көбейту 2-тен 150 теңге, 350 көбейту 10, 3500, 400 қосу 3500, қосу 150-тен 4050, барлығы 4050 теңге жұмсалды. Енді балалармен өзімге құрастырғым келеді, сіздерге құрастырып берсем болады. Балалар автобус билеті 40 теңге екен. Мысалы, мен өзім мәтін құрастырам, ал сіздер соның шешім жауабын тауып көріңіз. Мен 5 теңгеден сылбаққа билет алдым. Саябаққа дейін ой. Анам маған ақша берді. Мен саябаққа билет алдым. Мен оны 5 теңгеден алдым. Екеуміз әткеншекке отыру үшін 400 теңге алдым. Шолу дөңгелегіне баруға мен екеумізге 300 теңгеден алдым. Ал балмұздақ жеу 200 теңгеден. Ал балалар теміржолына мінуге мен 250 теңгеден төледі. Сонда мен барлығы белгісіз теңге берді екен. Түсінікті ме балалар? Енді шешудің жауабын өзім айтайын. Шешу жауабында біз үшін 500-ге қосамыз, 400 қосамыз, 300 қосамыз, 200 қосамыз, 250 тен 1650 көбейту 2-тен 3300 теңге. Жауабы барлығы мен анам барлығы 300 теңге жұмсады екен. Түсінікті ме балалар? Енді номер 2-ші тапсырмаға қарайық. Сурет бойынша есептер құрастыру және оларды шығару. Асы. Бұл жерде бізде шығын 125 теңге, кәмпит белгісіз, шоколад та белгісіз. Мысалы, мен асында мен өзіме 4 шығын алдым, бірақ белгісіз теңге. Ол үшін не істейміз балалар? Міне ол үшін 125-ке көбейтеміз. 4-тен 500. Жауабы 5 теңге жұмсалды. Осында бітірге жазып аламыз. Балалар. Үшінші тапсырма. Сен 700 теңге не сатып аласың? Мен 700 теңгеге, мысалы маған анам 700 теңге берді. Мен сол 700 теңгеге жүгері алдым. Жүгері 75 теңге екен. Жүгері 75 теңге. Ал мен содан кейін вафли алдым. Вафли 140 теңге.
Мен сонда жүгерімен вафлиді алдым. Сосын мен анама мен тәтті нан алып бердім. Тәтті нан 55 теңге тұрды. Сосын ініме шоколад әкеп бердім. Сол кезде ол 125 теңге. Барлығы қанша ақша екенін белгісіз. Балалар, мен сонда үшке заттар алдым. Заттар берілген. Сонда менде мына жерде 390. 700-ден 390-да аламыз, балалар. Сол кезде қанша болады, балалар? Менде барлы вафли, шоколад, тәтті нан, жүгері алғанда 390 теңге болды. Содан 700-ден 390-ды алсақ 310 болады. Сонда жауабына менде қайтарды 310 теңге. Ал енді 4-ші тапсырмаға қарайық. 4-ші тапсырмада саябаққа 436 адам қыдырып жүр. 125 демалушы ер адам. Әйелдер олардан 2 есе артық, ал қалғаны балалар. Саябақта барлық неше бала қыдырып жүр. Міне балалар, осылай жазыңдар. Номер 4-те ер адам 125. Әйелдер белгісіз, 2 есе артық, бала 430 адам. Балалар белгісіз. Шешуіне 125-ке көбейтеміз 2, тең 250. Жауабы, сонда әйелдер 250 адам екен. 250-ге 125 қосамыз, 375. Сонда 375-ке қосамыз 60 болды, 436. Сонда барлығы 436 екен. Әйелдер мен ер адамды қоссақ. Содан кейін 436-дан азайтамыз 375. Сонда 61 болады. Жауабы балалар 61 екен. Ал енді саябақта демалып жүрген балалардың 46-сы балалар қалашығында, ал одан 4 есе көп бала әртүрлі аттракциондарда ойнап жүр. Аттракционда неше бала ойнап жүр? Әсіне былай жазымыз. Балалар қалашығында 46. Әртүрлі аттракциондар белгісіз 4 есе көп. Аттракциондар белгісіз бала ойнап жүр. Шешуіне 46-ға көбейтеміз 4, 184. Жауабы 184 балалар аттракциондарда ойнап жүр. Ал енді 5-ші тапсырма. 5-ші тапсырмада кесте бойынша есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Бағасы 200 теңге, 250 теңге. Саны 3 дана, 2 дана. Құны белгісіз теңге, барлығы белгісіз теңге. Жасақ болады. Үлкен балмұздақ 250 теңгеден 2 дана. Кішкентай балмұздақ 300 теңгеден 3 дана. Әр қайсынан құны белгісіз теңге. Барлығының құны белгісіз теңге. Шешуіне 250 көбейту 2 тең 5 теңге. Бұл үлкен балмұздақ. 200 көбейту 3 тең 600 теңге. Бұл кішкентай балмұздақ. 5 теңге қосамыз 600, сонда 1100 теңге болады. Сонда балы 1100 теңге. Да сізде оқиын. Қысқаша жазылу бойынша есепте қысы болады шығар. 3 автобуста 25 баладан, 5 автобуста 38 баладан, балы белгісіз балы. 3 автобуста 25 баладан отыр, 5 автобуста 38 баладан отыр, балы белгісіз бала. Шешуіне 3 көбейтеміз 25-тен 75, 5 көбейту 38-тен 190, 190 қосу 75-тен 265. Жауабы 265 бала жолға шықты. Номері 7. Аквапаркте 160, күлкі бөлмесінде 20, аттракционда 20, кинотеатрда 60, қайықпен серуендеуде 40, саябақта серуендеуде 80. Барлығы белгісіз демалушысан. Шешуіне 160-қа қосамыз 20, қосамыз 120, қосамыз 60, қосамыз 40, қосамыз 80, тең 480. Жауабы демалушылар саны 480 екен. Онда 8, 9, 10 тапсырма қалды, 3 тапсырма қалды. Көрейік. Бізде 8-ші тапсырмада теңдеулерді шеш. Міне теңдеулерді шешіп қойған. Осын дәптерге топқа басып жазып алдың
Да. Дәптерімізге жазып алайық, балалар. Тоғызыншы тапсырмамен 10-шы тапсырманы көрсетпепті, бірақ сіздерге айтып кетейін. Тотықұс пен торғайдың массасын анықта дейді. Ол үшін анықтау үшін, мысалы, бізде бұл жерде кітапта тоқыстар берілген 100, 250. Мен ойлаймын, қазір айтам балалар. Бұл жерде бізде 3 тотықұс 100-ден. Кені 200-ге 100-ді қоссақ 300 болады. Сонда 3 тотықұсты 100-ге қоссақ, онда 300 болады. Ал және де торғай 50 екен. Сонда 200-ге 100-ді қоссақ 300, сонда 350. Сонда 300 тотықұс 300 грамм, 3 тотықұс. Ал бір торғай 50 грамм екен. Ал енді келесісі 200 грамм және 2 тотықұс. Бұнда жауабы екеуі де 100-ден болса 200 грамм болады. Енді 10-шы тапсырма. Марат, Айнұр, Гүлжан, Нұрлан және Бекежан саябақ барымызда алуға кезекте тұр. Гүлжан мен Бекежан қатар тұрған жоқ. Ал Нұрлан Маратпен де Гүлжанмен де қатарға тұрған жоқ. Балалар қандай ретпен тұр дейді. Мен ойлаймын, Айнұр біріншісі. Осылай өзіміз құрастыра береміз. Бүгін сабақ түсінікті болса, назарыңызға рахмет. Сау болыңдар.